И ты покажи прибыль. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Жақсыбай жайында достар. Бүгін қонақта сағыныш сазы сен едің. Сағыныш болады. Короче, достар, бүгін жесткий пранк болады. Қандай пранк десеңдер, шашымды алып тастадым. Ладно, онша емес шашым. Сол үшін кепкіне отыра тұрам, короче, достар, сіздер всегда менен сұрайсыңдар. Жақсыбай, сен давай әйеліне прикол ұсташы, там тоқал таптым деп прикол ұста дейсің, или үйге мас болып кел дейсің, или мамана пранк істе дейсің, или қарындасыңа ініңе деп. Менің, короче, отбасым сендер вообще аямайсыңдар. Мен байқағаным бар ғой. Бүгін сендерге жесткий пранк болады, короче. Сендерге пранк ұстайтын боламын бүгін. Кім? Біреу жазып жатыр просто. Жоқ, нормально. Короче, бүгін сендерге пранк істейтін боламын. Ол пранк қандай пранк? Осының алдындағы видеода, ескі видеода, где-то бір ай бұрын шыққан видеода мен сендерге айтқанмын. Достар, кім ақша ұтқысы келеді? Мен рандом таңдап тұрамын да сендерге баланс салып жіберемін. Сөйтіп номерімді қалдырып кетіңдер комментарийға деп айттым. Оны мені истинный оқырмандарым біледі, баяғыдан қарап келатқан. Сол номерді қазір рандомны бір любой номер таңдайтын боламын мен. Сосын Jet Contact дейтін программа білесіңдер ғой. Кім білген жоқ, сол лайк басып кетер. Мен арқамда қазір білетін боласыздар, не программа екенін. Ол өте пайдалы программа. Сол программаға сен любой номер жазасың, и сол номердің хозяинның аты шығады ғой, короче, түсіндің ба? Мен қазір бір любой номер алам комментарийдан, Jet Contactқа салам, поисктан шығам, атын білемін де, сосын мен звондаймын. Например, аты Арман. Допустим, Арман. Арман болады, мен такой: алло, Арман, салам алейкум. Да. Короче, осылай прикол ұстайтын боламын. Жесткий пранк болады деп ойлаймын. Аузыма келгенде оттаймын. Оттаймын, нормально, да, атак, да? Саған кішкене ұялып отыр. Мен жаңа очкиімді біз кепкім кеп айтады ғой, саған что бүйтіп кепкісің, очкиім кейін сағатым кеп алып, мен байтем сағатын ау деген шықты. Короче, кеттік. Сағыныш, кеттік па? Дайынсың ба? Балансың бар ма телефонда? Бар. Смелы ма? Смелы. Так, давай. Достар, қазір көбісі спортивный событияларды разбираться етеді, соның арқасында еще прикинь спортты біліп тұр, сонымен ақша істейді. Мен сіздерге өзімнің достарымда бір ойынды рекомендовать етемін. Неге именно олар? Өйткені өте оңай олар регистрация істеген. Бір күн бастасында және документтердің да керек емес. Ставканы тігесің, мысалы да, өзің қалаған өзің ойынды, мысалы, кім ұтатынға. Сосын ұтқан нені ақшаны оп-оңай шешіп аласың. Келмесең толығырақ көрсетіп көрген егер білмесең. Міне один ойынның сайты. Менің шотымда қазір 10.900 рубль бар, ол почти 60.000 теңгедей. Міне мысалы линия деген кіреміз. Бүгін бізде 21-і, бізде футболды тігетін боламыз, мысалы, и Лига чемпионов тігетін боламыз. Лига чемпионовтар өздерін білесіңдер, ПСЖ мен Бавария ойнайды. Мен Бавария ұтады дегенге смело қоям, смело заряжаттаймын. Мен Баварияға тіктік. Және де оған смело 4.000 рубль тігім. Ол өздерін білесіңдер, 20.000 теңгеден астам ақша. Шықса 8.000 рубль болады. Мен ставканы тіктім, өздерін көріңдер. А специально менің оқырмандарыма бірінші толтырымға 200% бонус беріледі. Мысалы, сен 1000 теңге салдың ба, сенде 3000 теңге болады, түсіндің ба? Өте оңай. Регистрацияға сайт және де промокод закреплен комментарда өттеттік, басымен кеттік, сәттек. Короче, маған қазір, мен қазір міне данный момент, міне компьютер тұр. Компьютерға өзімнің арнама кіретін боламын, сіздермен сөйлесіп отырып. Мына видеода өздерін көріп тұрғандағыдай 2900 комментарий и арасында номерлары көп. Қазір біз любой рандомны бір номер таңдап аламыз. Қайсын аламыз сағыныш? Өзің ұнап тұрған көзіне айтшы. Стоп деші просто. Скажи стоп. Стоп, да? Міне, короче. Мында бізде Айбар Исабай деген шығып тұр міне. Жақсыбай Айтбергенов топ и міне номері тұр. Короче, осы номерге звондайтын боламыз. Бірінші, у тебя есть Jet Contact, да? Так, я тебе сейчас диктую Айбардың номерін саған диктую қазір, ама? Хорошо? И ты Jet Contact пробей этот номер, узнаю. Ол действительно Айбардың номері ма? Мысалы, мұнда бізде Айбардың аты шығып тұр. Бірақ номер тексереміз, мүмкін ол Айбардың мамасыныкі ма, папасыныкі ма, ағасыныкі ма, інісінікі ма, короче. Пападай жестко, сендер мені аямайсыңдар, пранк істе деп. Ошо, мен сендерді аямайым, короче, достар. Дейсің ғой. Так, мен ойыншы бір приколист сияқты айтып отырмын да, қазір жыртамын деп да, шайып отыр дейсің ғой да. Алло, сұрмасы, деп. Так, номері 8775 292. Осы номерге звондап жатырмын. Айбардікі подряд жазған ғой. Айбар неше 3 комментарий. Айбар номер ма? Сол. Қайда қарайын. Міне, короче, Jet Contact-тан тексеріп отырық. Jet Contact-та Айбар Исабай дейді, міне да. Еще больше тегов дейді, не білем. Тегтарын қарайық, тағы да басқа тегтар. Ол көп информация болады ғой бізге побольше. Короче, аты Айбар не болса, сейчас звондаймын да осыдан да. Звондай берем, да? Потом заблокируем его, да, чтобы тебя не мазаламасын, да? Или соңында айта салам ғой, Жақсыбаймен, или айтпай ақ қоямын.
Балансың бар ғой точно, да? Да? Мен саған кеш салып жайын екен. 19. Бля, не айтам мен? Блин, любой сөз. Так, ол примерно қай жылғы екен просто бар ғой, мен құттай бола болса. Татыр, звондамай татыр. Неге? Прикол, ВКонтактені тауып алайық та, жылын бәрін біліп алайық та. Ладно, нормально. Сөйтіп прикол салған дұрыс емес па? Контакт, сен күлмей ама. Не айтам мен? Не айтатын білмеймін. 2 hours later деймін, ал дейін ба? Қалай еді? Алмайды ғой, Айбар Исабай телефон алған жоқ. Ладно, Айбар, саған повезло. Жаман айттым ба? Так, келесі адам. Так, саған қазір стоп дейсің тағы да? Хорошо? Так, все, листаем. А че стоп тут? Стоп. Так, любой на номер, допустим. Мында номер жоқ, оразаларын қабыл болсын. Міне, Асет сайлау дейді. Давай, жет контактын тексере салсаңыз. Так, номерді саған продиктую. Так, Асет сайлаудың номері. Оке қарайық. Асет деп шығып тұр ма? АББ деп тұр. АББ деп тұр. Міне, короче, мына номер. Менің екі Асетон дейді. Асеттің номері ғой, короче. Неге Шомин деп тұр кен? Фамилиясы Шомин бекен өлі. Анда сайлау деп тұр. Короче, бұл Асеттің номері болып шықты. Давай енді Асетке звондайық. Приколды ұстайық. Біз телефон алмайым ма? Бля, алмайды прикинь, брат. Алло. Алло. Я. Ассаламуалейкум. Я. Асет па? Асеттің мамасымын ғой. Саламатсың. Асеттің мамасымын ғой. Саламатсыз. Асет туа ма екен телефонға? Кім бұл? Бұл ютубер бала еді ғой. Ютубер. Ютубер? Иә, совместно видео түсірем деп айтып еді ғой. Ол не біледі? Атыңыз кім дейді ол? Пазл. Наду? Пазл. Пазл деймін. Ол не түсіреді сонда? Бұл не біледі? Ол деген не зат түсіреді? Конструктор жинайтын ғой, конструктор жинайтын. Ол заявка қалдырған ғой мұнда бізге. Ақшасын төлеген. Ой, ана, не ол, приметкісі маған ғой басылып кеткен шығар қызы. Ақшасын салып жүрген ғой, енді ақшасын не істейміз? Қанша теңге тапты? 3095, 3000 теңге салған. Оған тапты? Кивидан салған ғой. 3000 теңгесін салған міне, я. Бонус қойып па? Жоқ, міне. Терминалдан салған 3000 теңге заявка қалдырған. Мына пазл дейтін, короче, сондай кішкентай балдар ғой, итакта сондай канал ғой ютубтағы. Өз-өзін дамытатын сөйтіп. Пазл. Иә. Пазл каналдан нетіп берің? Ладно, онда очередьта басқа бала тұр екен, онда өкінішке орай. Соны ала салармыз онда. Мына бұл деген просто миллион адамнан біз 2-3 адамды аламыз. Бізде өзімізде арнада миллион подписчик бар. Ладно, Асетке енді. Не видео түсіреді? Оны Қазақстан телеарнасынан көрсетеді. Қазір бірінші конкурстық болады. Өздерінің видеоларын салу керек. Ол өзі білу керек қой Асет негізі. Асет өзі қасында жоқ, далада тұрып сөйлесіп тұр мен. Менен қорқып тұрады, маған айтсайық деген ғой негізі. Өзі былай негізі актерлігі бар бала ма? Өзі сондайға жақын ба? Білмеймін, бойынша бес видео түсіріп жүреді ғой. Тиктокта бірдемелер. Иә, көрерменнен таңдаған ғой просто Асетті. Онда сол үшін бізге заявка түсіп тұр, голосование отқан. Біз хабарласып тұр. Ладно. Шамалдайын қайттан туғанданшы, мен дұрыстап сөйлесейін. Қорқып тұр мені, далаға шықпайды. Біздер скайп арқылы, жаңағы неден хабарласып тұр қой, Москвадан. Через скайп казахстанский номеріміз. Қайт повторно звонда алмаймыз. Өкінішке орай алдағы уақытта келесі жылы тағы болады осы конкурс. Жыл сайын болатын конкурс қой. 3 азаматты аламыз, келесі жылға қатысып барасын. Асет, сөйлесесің ба?
Бля, неге пазл дедім мен. Заблокировать номер быстро. Қазір қайтшы. Достар, ренжімеңдер. Мамасы болғасын, кішкене үлкен кісіге прикол ұстауға болмайды. Мамасы, примерно, мен жасым сияқты боласы, да? Дейді ол. Ладно, короче, достар, шайт беттім, ренжімеңдер. Қазақ қызға олай негізі болмайды вообще прикол ұстауға. Қайдан білейін, мамасы алып болды. Жоқ, менің мамама прикол ұстандар деп комментарий жазғанда олар ойламайды ондайды. Жоқ, мен балам дауысы сияқты да басында, да? Оңаша әйелдің қыздың дауысы. Алло, әсет десем, жоқ, мен ғой мамасы ғой. Не айтарын білмей қалдым ғой жерде. Саламалейкум. Жоқ, мен басында андай полицейский болғым кетті, короче, бар ғой. Сосын деген уже гони болып кетті. Саламалейкум дедім де. Біз ғой андай пазл деппін ғой. Назыл деймін. Так. Тағы да екі адамға звондап жүрек, сонымен бүгінгі пранк бітсін. Стоп, мынау. Так, бұл Абдусалам Бигайдар. Мен бір қыздарға түсем ба деп ойлап едім, что-то қыздарға түспей жатыр. Давай, проверим. Қыздар всегда онда. Да, осыған ғана үшіншісін қызға звондаймыз. 837. Анда, Бигайдар. Анда. Асека Махмутова дей ма? Асека Махмутова. Асека Махмутова. Вот и, пожалуйста, қыз деп сұрадық па? Асека, давай Асекаға Абдусалам Бигайдар бар ма деп сұрайын, да? Ну, Асека, да? Махмутова деп тұр, на? Бірінші көреміз. Алло. Кім екен бұл? Жұрымбаш. Жоқ, бұл деген Бигайдардың номер емес па? Бигайдар Абдусаламның номері ғой. Или Әселдің номері ма? Ау? Или Әселдің номері ма? Әселмен сөйлесіп тұрмын ба қазір? Алишермен? Әсел ма мынау, или кімнің, или Бигайдар ма? Бұл Абдусалам бар. Абдусалам сен ба? Иә. Жұрымсыз. Жоқ, Әсел Махмутова жоқ па? Кім? Асека Махмутова. Танымайсың ондайды? Әселден танымын. Это Абдусалам не ғой? Так, сен фамилияң Бигайдар ма? Сен жақсы қойсың ба? Жоқ. Даусың қайда? Сәлем дейтін жақсыбай мана блогер. Не ма, сосын ба не? Жоқ, ол емеспін. Қайдан біліпсің? Сәлем дейтін. Жоқ, жақсыбайден бәрі қарамай ма? Интернетсына, мен номерім қайдан қалдым? Сен вообще неге жақсыбай дедің вообще? Неге жақсыбай деп тұрсың өзіме өзің? Не в тему? Даусың алмайсың соған тоже. Мысалы, короче, қандай видео түсірейін? Қандай видео түсірейін? Білмеймін, өзің мүшін. Ладно, давай. Мынау біліп қалды ғой, ебой, даусын аяқтан Білмеймін, өзім Білмеймін, өзің мүшін. қандай видео түсіресіз білмеймін. Ал давай, қыздар сүйін. Менің де даусым біреу таниды екен. Мен деген кәдімгі не болып Страшно айтып тұрмын сен. Мен деген не болып тұрмын онда, ұйықтап атқанда звезда болып тұрмын ба, звезда. Енді давай, соңғы рет бір қызға звондайық. Или қыз ба, бала ма, давай, не важно уже, короче, бір любой адамға стоп дегенге звондай саламыз, короче, ама сағыныш, да? Да. Қызға звондайық та? Қызға? Давай. Так. Жұлдыз. Да, Жұлдызға звондайық, Жұлдыз шықты, короче. Мисс Аслай. Давай Жұлдызға звондайық лучше. 8 номер записывай. Потом, достар, сендерге айтып кетейін дегенім, сендер ренжіп жүрмеңдер, жақсыбай, менің номерларын неге палиттайсың интернетке. Ну, в принципе, сендер өздеріңіз общественный жерде ма, ал дейді. Ну, социальный сетке салып қойып тұрсыңдар, где бәрі көреді, сол үшін ренжібейт шығарсыздар деп ойлаймын. За пранк кешірім сұрайын, ренжіп қалмаңдар. Вроде ондай, ну, ренжитіндей пранк шығарған жоқпын да. Номер 8747. Короче, мынау сол, міне, Жұлдыз, и именно дополнительный информациялар бүйтіп жазған. Махора, Макс детство, Макс, Максим, Макс одноклассник, Максим Стас, Максим. Что за фигня?
Звондашы осыған. На крайняк Максты сұрап көтердім. Давай, Жұлдыз Алимгазина, короче. Қарашы мына фотосы көрініп тұр, кішкентай қыз ба? Мен көзім көрмей тұр вообще. Не, кішкентай. Ладно, таныс звондамаймын онда, да? Таныспаймын, да? Таныспай, я. Не алдым енді? Айның өзінің қыз. Ала. Жұлдыз. Бүгін. Привет, сәлем, қалайсың? Бүгін. Қайрат ағаң ғой, Қайрат ағаң. Танымадың ба? Үйдегің бар? Үйдегің бар? Кім, папаң қайда? Телефонына хабарласа алмай отыр ма? Білмеймін. Телефон алмай отыр. Ана, Білмедім. біз ауылдан соғым беріп жібердік қой. Не жібердік? Соғым беріп жібердік. Қай жаққа? Үйге, сіздің үйге? Бізге ма? Иә, динозавр ниеті. Сізді кішкене танып отырмын. Кім? Мен. Танып атыр едің? Танымаймын. Не, кіммін ғой? Папаң досы мен коллегасымен жұмыста ет алып еді ғой. Ана артқы аяғын алып еді ғой динозаврдың. Сол, ана Низат, қалай, Низат, кешке алып келік пе онда біз? Нені? Динозаврдың етін. Динозавр? Иә, артқы аяғын алып еді ғой кеше. Ақшасын беріп тастаған ғой. Иә. Соны деген... Иә. Мамаң жоқ па үйде? Мама ауылдан келе жатқан. Ауылдан келе жатырмын. Не істейміз ана динозаврдың етін? Папаға звондап көрейін. Мен звондадым, алмай отыр ғой. Сол Теле2-да жүр ма? 93-83-те ма? Иә. Иә, сода. Енді ана, өзің білесің ғой, динозаврдың еті тез бұзылып кететін. Маманың нөмірін берейін ба? Иә, сен жоқ, не, үйде бітті ма, динозаврдың еті? Алло. Не естілмей тұрмын? Үйінде ешкім жоқ дейді ғой, папасы кетіп қалғанбыз. Алло. Динозаврдың еті бітіп қалды ма деймін үйдегі? Динозаврдың еті? Артқы аяғы. Сізге маманың нөмірін бере салайыншы? Жоқ, мамаң деген етті қарсы алуға кетті ғой, мен ана крокодилдің етін алып отыр ғой. Алло. Или сен өзің көтер алмайсың ғой, ол еті ауыр ғой. Сен или не, динозаврдың жұмыртқасын өзің көтер алып кетесің ба? Астыға күләш апан апарып берсе. Қайда келесіздер? Динозавр жұмыртқасын ба? Иә. Так, жұмыртқасын... Есіктің алып, подъезд деп қой. Есіктің алдын алып келсе, күләш апан алып барады қазір. Жарайды. Хорошо, ана не, жұмыртқаны білесің қай қойып қоятын да, балконға қойып қой, ама, салқынға. Жұмыртқаны салқын жерде қойып қой, ама. Ішінен шығып кетіп жүрер. Сосын папаңа ертең айт, динозавр мен пілдің етін ертең алып келеді, ама. Хорошо, сау бол. Братан, пранк етін не мое бар ғой, оказывается, ғой. Мен бір жағынан аяп атырым, құтты қыз боласын. Екінші жағынан өзімді бір ұятсыз сезініп тұрмын. Қуып атырмын ғой мен. Емам, братан, мынау үшін талант керек қой, мен айтар білмеймін, динозаврдың еті деп. Алуда соған динозаврдың артқы аяғы десем, дейді. Чадам жазып отыр ма? Папасы звондап тұрмасын, қайда динозаврдың еті деп. Видео звондап па ма? Кім? Да. Заблокируй его. Короче, достар, ладно, мен уже примерно түсініп отырмын шайғанымды, короче, но эксперимент ретінде сіздерге мүмкін ұнап болады шығар деп сөйтіп звондадым. Егер действительно ұнаған болса, комментария жазып кет, сондай видео түсір тағы да деп, алдағы уақытта мен сөйтіп біреуге звондайтын боламын. Просто бұның бәрі действительно сіздерге пранк ұнайтын болғасын түсіргенім ғой. Давайте, кездескенше. Шеш, қателесіп кеттім де шеш. Алда қателесіп кеттім де шеш. Алда мазалай береді, үйіндегі жынды айтпады. Алда қателесіп кеттім де шеш. Ответь, серьезно. Блокировать алмай отыр.
Әке, мен алаңда қателесіп кеттім екен. Алло. 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 Аға, сіз қандай ет деп айттыңыз? Мен қателесіп кеткенмін қызым номеріммен. Бәсе? Сіздер динозавр негізі алған жоқсыз да? Иә. Қателесіп кеткенмін ғой. Яғни неандертальцтар ғой сұраған, мен қателесіп кетіппін. Пока. Болды енді мазаламын.